Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мен Нұғметолла Кекбаев атындағы мектеп-гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Әбдіқадыр Мөлдір Есболқызымын. Бұл сабақтың тақырыбы цилиндр және оның элементтері, цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары. Оқу мақсаты: цилиндрдің анықтамасын, оның элементтерін білу, цилиндрді жазықтықта кескіндей алу, цилиндрдің бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын қорытып шығару және оларды есептен шығаруда қолдану. Сабақтың мақсаты: цилиндр туралы мәліметтерді білу және тапсырмаларды орындауда қолдана алу, қоршаған ортада кездесетін цилиндр пішіндес заттарды зерттеу. Айналу денесі деп қозғалмайтын оське қатысты жазық фигураны айналдырғанда пайда болатын денені айтады. Мысалы, тік төртбұрыштың бір қабырғасына параллель түзу берілген Z түзуі. Осы түзу маңайынан тік төртбұрышты айналдырғанда сақина алуға болады. Бір қабырғасына перпендикуляр болатын және бір төбесі арқылы өтетін түзу маңайынан үшбұрышты айналдырғанда қиық конустың кіші радиусқа қатысты канондық денесі алынады. Тік төртбұрышты оның қабырғаларының бірінен айналдырғанда шығатын фигура цилиндр деп аталады. Мынау анимацияға назар аударыңыздар. ABCD тік төртбұрышын CD қабырғасынан айналдырғанда цилиндр пайда болды. Бұл цилиндрдің осі. Бұл цилиндрдің бүйір беті. Бұлар цилиндрлердің табандары. Екінші суретке назар аударыңыздар. O1V тік төртбұрышын O1 қабырғасынан айналдырғанда шыққан цилиндр кескінделген. Тік төртбұрыштың OA және O1V қабырғалары параллель жазықтықтарда жататын тең дөңгелектер жасайды. Бұл дөңгелектер цилиндрдің табаны деп аталады, ал олардың радиусы цилиндрдің радиусы деп аталады. AV қабырғасы цилиндрдің осіне параллель болады. Бұл жерде O1 осі, AV қабырғасы. Ол цилиндрдің жасаушысы деп аталады және цилиндрдің бүйір беті деп аталатын қисық сызықты бетті жасайды. Жасаушының ұзындығы цилиндрге биіктік болып табылады. Ол табан жазықтықтарының арақашықтығына, яғни O1 кесіндісінің ұзындығына тең. Егер жасаушылары табандарына перпендикуляр, яғни цилиндрдің биіктігіне тең болса, онда цилиндр тік дөңгелек цилиндр деп аталады. Үшінші суретке назар аударыңыздар. Геометрияда және бізді қоршаған ортада цилиндрдің басқа да түрлері кездеседі. Мысалы, көлбеу цилиндрлер. Дөңгелектер цилиндрдің табандары деп аталады. Ал олардың радиусы цилиндрдің радиусы деп аталады дедік. Дөңгелектердің сәйкес нүктелерін қосатын кесінділерді жасаушылары деп атайды. Олар өте көп болады. Цилиндрдің биіктігі деп табан жазықтықтарының арақашықтығын атайды. Цилиндрдің осі деп табандарының центрлерінен өтетін түзуді атайды. Осы алынған мәліметтерге байланысты жаттығулар орындап кетейік. Бірінші жаттығу. Фигураны қай осьтің маңынан айналдырғанда цилиндрлік бет пайда болатынын тап. Дұрыс. Жауабы Б және С осьтері. Екінші жаттығу. Цилиндр радиусының квадратының мәнін тап. Дұрыс. Цилиндр радиусының квадратының мәні 3-ке тең. Енді осы есептің шешімін қарастырайық. Бұл есептегі мәліметтер суретте берілген. АС қабырғасы 4 см-ге тең екен. Бұрыш САВ 30 градусқа тең екен. Бұл жерде біздің көріп тұрғанымыз тік бұрышты үшбұрыш. Осы жерден радиустың квадратын табу керек. Есептің шешуі. АВС бұрышы 90 градусқа тең болады.
Себебі цилиндрдің осьтік қимасы бұл жерде тік төртбұрыш. Осы жерде бұрыш асыбыны табу үшін, яғни мына бұрышты табу үшін 180 градустан қалған екі бұрышының қосындысын азайтып табамыз. Ол 60 градусқа тең екен. АВ қабырғасын тауып алайық. Ол асының жартысы түбірасты 3-ке тең. Себебі тікбұрышта үшбұрышта 60 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысы түбірасты 3-ке тең болатын. Ол АВ қабырғасы екі түбірастында 3-ке тең екен. Бұл АВ қабырғасы цилиндрдің табанының диаметрі екенін білеміз. Онда диаметр дегеніміз ол 2 радиуске тең. Осы жерден радиусты тауып алуға болады. Яғни ол түбірастында 3-ке тең екен. Бізде радиустың квадратын табу керек болғандықтан радиусты квадраттаймыз. Ол 3-ке тең болады екен. Жауабы дәлелденді. Цилиндрдің жазбасы екі тең дөңгелектен және ені цилиндрдің биіктігіне тең болатын, ал ұзындығы С тең 2πr немесе С тең πd формуласымен есептелетін тік төртбұрыштан тұрады. Мұндағы π 3,14-ке тең. Цилиндрдің ауданын табу формуласына тоқталайық. Цилиндрдің толық бетінің ауданы екі табанының ауданы мен бүйір бетінің ауданының қосындысына тең. Біз цилиндрдің табандарының формуласы πr квадрат екенін білеміз. Себебі бұл дөңгелек. Ал бүйір бетінің формуласы 2πr h болады. Олай болса, осы жерде ұқсас мүшелерді, яғни 2πrді жақшаның сыртына шығарсақ, жақша ішінде r плюс h қалады. Осыған байланысты үшінші жаттығуды орындап жіберейік. Цилиндрдің жазбасы берілген. Цилиндрдің биіктігі мен радиусын тап. Дұрыс. Жауабы радиусы 3 см, биіктігі 5 см. Осы есептің шешімін қарастырып кетейік. Бұл жерде цилиндрдің табандарының ауданы 9π см квадрат екен. Осы жерде радиус пен биіктік табу керек. Бүйір бетінің ауданы 30π см квадрат екен. Олай болса, табанның ауданының формуласын ашып алайық. Ол πr квадратқа тең. πr квадрат 9π-ге тең болса, осы жерден радиус табуға болады. Яғни 9π-дің π-ға қатынасы түбір астында радиусты береді. Ол 3-ке тең екен. Бүйір бетінің ауданының формуласы 2πr h етін. Ол 30π-ға тең екен. Осы жерден биіктікті тауып алуға болады. Яғни r-ның орнына 3-ті қойдық. 30π-дің 6π-ға қатынасы 5-ті береді. Жауабы дәлелденді. Радиус 3-ке тең, биіктігі 5-ке тең. Келесі 4-ші жаттығу. Бұл жаттығуды өздеріңіз орындап көріңіздер. Асфальт тегістейтін көліктің диаметрі 120 см, ал ені 2 метрге тең. Егер ол 30 рет айналым жасаса, қанша метр квадрат жол салу мүмкін екенін тап. Дұрыс. Жауабы 72π метр квадрат. Медицинадағы цилиндрлерге мысал келтіріп өтейін. Бірінші суретке назар аударыңыздар. Бірінші суретте медициналық түтікшелер берілген. Екіншісінде оттегі конденсаторы берілген. Барлығының пішімі цилиндрге ұқсас. Дәрінің сырттары, магнитті резонанстық томография, екпелер, микроскоптың объективі барлығы конус пішіндес. Және де осы жерде айта кететін. Адамның қан тамырының белгілі бір бөлігі цилиндрге ұқсас болады екен. Медицинада сол бөліктен ағып өтетін қанның мөлшерін есептеуге осы цилиндрге байланысты формулалар көмектеседі екен. Енді осы тақырыпқа байланысты шағын тест орындайық.
Бірінші сұрақ. Цилиндрдің бүйір беті қандай фигура болатынын тап. Дұрыс. Жауабы тік төртбұрыш. Екінші сұрақ. Сөйлемді аяқта. Цилиндрдің табанының диаметрі 2 дециметрге, ал биіктігі 14 дециметрге тең. Бұл цилиндр қабырғасын қанша дециметр және 14 дециметр болатын тік төртбұрышты қай қабырғамен айналдырғанда пайда болатын цилиндр? Дұрыс. Бұл цилиндр қабырғасын 1 дециметр және 14 дециметр болатын тік төртбұрышты ұзын қабырғасымен айналдырғанда пайда болатын цилиндр. Үшінші сұрақ. Цилиндр табанының радиусы 2,5 см, биіктігі 12 см. Осьтік қимасының диагональ ұзындығын тап. Дұрыс. Жауабы 13-ке тең. Осы есептің шешімін қарастырайық. Цилиндрдің осьтік қимасы тік төртбұрыш екенін білеміз. Бұл жерде радиусы 2,5-ға тең екен, биіктігі 12 см-ге тең екен. Яғни осы қиманың диагоналін табу керек. Асыны табайық. Ады бұл жерде диаметр болады. Табанның диаметрі. Ол 2 радиусқа тең. Сондықтан 2-ні 2,5-ке көбейтіп 5 см екенін таптық. Ал биіктігі цилиндрдің жасаушысына тең. Жасаушысы А-вы немесе біздің жағдайда С-ді керек. Ол 12 см-ге тең. Бұл жерде Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Бізде АДС үшбұрышы тік бұрышты үшбұрыш болады. Асы гипотенуза болады. Олай болса АД-ны квадраттап, С-ді квадраттап қоссақ, Асының квадратын таба аламыз. Ол 169-ға тең екен. Олай болса Асы 13 см-ге тең болады. Келесі төртінші сұрақ. Бұл есепті өздеріңіз шешіп көріңіздер. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданы 40 пи, ал табанның диаметрі 5. Цилиндрдің биіктігін тап. Дұрыс. Цилиндрдің биіктігі 8-ге тең. Үйге тапсырма. Айналу денелері, тік дөңгелек цилиндр және оның элементтеріне байланысты есептерді орындаңыз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.